ме, әріптестер? Бөбек жайымыздың бүлдіршіндерін табиғатты аялайық акциясына шақырған болатынмын. Алайда балалар келмеген сияқты. Hoş geldiniz. Табиғат аясына. Мен Жирана. Сіздің балаларды іздегеніңізді көріп тұрмын. Бірақ мен осында келе жатқан балаларды табиғат аясына кіргізбеуге бұйрық бергенмін. Сәлеметсіз бе, Жирана? Неге балаларды жібермедіңіз? Өйткені табиғат аясына демалуға келген әрбір адам өздері демалып отырған жерін астап, қоқыстарын тастап бүлдіріп кетеді. Ал табиғат тазалықты ұнатады. Табиғат ана тазалықты жақсы көреді. Біздің балалардың ол ұраны. Көмекке келе жатқан балалар болса, онда мен оларды осында жіберейін. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер! Табиғатты аялайық акциясына қатысуға келгендеріңе қуанып тұрмын. Ол үшін бізге табиғат ананың тапсырмаларын орындау керек екен. Ол үшін біздер 3 топқа бөлінуіміз керек, балалар. Олай болса, үстелге жақындайық, балалар. Үстел үстінде тұрған жұмыртқаны жыртып, ішіндегі суреттер бойынша топтарға бөлінеміз, балалар. Балалар, қолымызда қандай сурет бар, сол сурет бойынша топтарға бөлінеміз. Жүреміз. Қолымызда қандай сурет болды? Қар жауып тұр екен, қар жауып тұр. Тобының тапсырмасы геометриялық пішіндерден бейнелер құрастыру. Балалар, сендердің қолдарында қандай суреттер болды? Олай болса, балалар, алдымыздағы түрлі түсті қаламдарды алып, суреттерді бояймыз. Балалар, ең қызығы білесіңдер ме сендер? Бұл суреттер боялғаннан кейін жанды бейнелерге айналады екен. Сендерге қызық па? Жарайсыңдар.
қоқыстарды сұрыпта ойынын ойнаймыз. Балалар, жер ана қандай көңіл күйде тұр екен? Мұңайып, жылап тұр екен. Балалар, бұл жер анамыз қоқыс қалдықтарына толып кеткен. Осы қоқыс қалдықтарын алып, жәшіктерге сұрыптаймыз. Олай болса, ортаға келеміз. Балалар, қызыл жәшік шыны ыдыстарға арналған. Яғни шыны қоқыстарды саламыз. Жасыл қоқыс жәшігі пластик өнімдерге арналған. Көк қоқыс жәшігі қағаз өнімдеріне арналған. Сары қоқыс жәшігі тағам қалдықтарына арналған екен. Қолымызда тұрған қоқыстарды әкеліп саламыз, балалар. Гүл құмырасы екен. Яғни біздер қоқыстарға жаңа өмір сыйлап жатырмыз. Оларды қайта өңдеу арқылы. Тапсырманы орындап болдық па, балалар? Иә. Олай болса, менің қасыма ортаға келеміз. Менің қолымдағы суреттерді аламыз бір-бірден. Енді қарап тұрамыз. Қана. Балалар, жер анамыз қуанып тұру үшін не істеуіміз керек екен? Қоқыстардан тазартуымыз керек екен, е? Қане балалар, қолымыздағы суретке назар аударайық. Енді жер анамыз қандай көңіл күйде тұр? Күліп тұр. Сол суреттерді айтып, қолымызда қандай суреттер? Қайсы? Балалар су ойып жатыр. Айша, сенің қолыңда қандай сурет? Қыстаға үй жасап жатыр. Үйа жасап жатыр екен. Әкеліп қыстырам. Жарайсыңдар, балалар. Жер анамыз қандай көңіл күйде тұр? Көңілді. Қоқыстардан тазарып, көңілді күйде тұр екен. Жарайсыңдар. Тапсырманы керемет орындадыңдар, балалар. Ортаға шығып, бір сергіп алайық. Келе қойыңдар. Айша, біздің аты табиғат мінезі деп аталады. Біз қазір әуеннің ырғағымен табиғаттағы ауа райының өзгерулерін өз денемізде байқап көреміз. Тізбекте тұрған балалардың жарты шеңбердің ең соңында педагог тұрады. Өйткені барлық ырғақты массажды соңғы балаға арқасына салады. Ол алдындағы балаға, осылайша әрқайсысы өз алдындағы балаға ырғақпен бірге сурет салып массаждар жасайды. Сонымен бастаймыз. Күн ашық. Екі қолдың сұқ саусағымен арқасына күннің дөңгелек пішінін жасаймыз. Оның шуақтарын жасау арқылы массаж жасау жүреді. Жарайсыңдар.
Аспаннан бұлттар жиналды. Екі жауырын қақпағын айналдыра, бас бармақ пен сұқ саусақ арқылы сызып, айналдырамыз. Жарайсыңдар. Жел тұрды. Арқаны алақанмен әрі-бері ысқылаймыз. Енді жаңбыр себелеп құя бастады. Арқаға екі қол саусақ. Жарайсыңдар балалар. Мынау не? Иә, домалап жел, иә. Гүліміз қандай болып қалған? Жабық. Жабық қалыпты, иә. Суды сасып асым керекпіз. Иә, дұрыс, суды шашып ашуымыз керек екен. Олай болса жақындаймыз. Балалар, су шашқан құралдарымызды орнымызға қоямыз. Орнына қоямыз, балалар. Ортаға келеміз. Ортаға келеміз. Жирана, балалар тапсырманы қалай орындады? Өте керемет орындады. Игі істеріңізді өзге де балаларға үлгі ететін боламын. Көп рахмет сендерге. Балалар, сендерге тапсырмаларды дұрыс орындағандарың үшін сыйлығым бар. Сау болыңдар. Балалар, сендерге табиғат ананың берген сыйлығы бірге ашамыз ба? Иә! Ол үшін біздер 3-ке дейін санауымыз керек екен. Кәне санайық. 1, 2, 3. Қараңдар, күшті көбелектер ұшты ма? Иә. Көбелектер шықты, иә, ішіне. Көбелек ұшып шыққан қораптан кейін балалар, сиқырлы қорапша шыққан екен бізге, иә? Осы қорапшаның ішінде не бар екен балалар? Бәріміз бірге ашып қарайықшы. Табиғат қорғаушысы деген төсбелгі бар екен балалар. Осыны сендерге табиғаттан сыйға тартқан екен. Сендер тапсырманы жақсы орындағандарың. Балалар, тапсырмаларды орындап болдық. Енді топқа оралатын сәт келді. Жиранамызға не айтамыз? Сау болыңыз. Жарайсыңдар.